Он направлял, получается, народ в ту сторону. Білмеймін, қару-жарақтар қаяқтан қаптап кеткен. Өлдім деп ойладым сол жерде, аямады. 4 бала артында қалды, жетім болып. Бірінші қаңтар, жаңа жылдық демалыс. Жаңаөзен қаласы әкімдігінің алдына ондаған адам жиналды. Олар билікке бейне үндеу жолдап, сұйытылған газ бағасын төмендетуді талап етті. Өмірлік маңызды отын қолжетімді болсын деген наразы топ келесі күні де тарқамады. Керісінше адам саны 600-ге дейін артты. Қаңтардың 2-сінен 3-не қараған түнде Ақтау әкімдік алдына жиналған бір топ адам жолдарға тосқауыл қойды. Олардың да талабы жаңаөзендіктермен ұқсас. Маңғыстау өңірінде халықтың жиналуы жалғаса берді. 5,5 мың адамға дейін жетті. Осылайша талап тілектердің ауқымы да кеңейе түсті. Маңғыстаулықтарды қолдаймыз деген ұранмен еліміздің тағы 7 өңірінде бейбіт шеру басталды. Осы кезде тыйым салынған ұйымдардың мүшелері мен белсенділер әлеуметтік желілер арқылы халықты көшеге шығуға үндеді. Қорғау органдары наразылық білдірушілерге күш қолданған жоқ. Негізінен сырттай бақылаумен шектелді. Осы кезде топ арасында арандатушылар пайда болды. Олар жиналған жұртты төңкеріс жасауға, қылмысқа шақырды. Переворот керек! Басқа шиі керек емес! Жағдайға президенттің өзі араласты. Оның тапсырмасымен құрылған үкіметтік комиссия Маңғыстауда белсенді бастамашыл топпен келіссөздер жүргізді. Нәтижесінде автогаз бағасы 50 теңгеге дейін арзандатылды. Автогаз бағасы арзандатылғанмен қарсылық шаралар тоқтамады. 4-ші қаңтарда еліміздің 11 өңірінде халық көшеге шықты. Наразылық білдірушілер саны 37 мыңға дейін күрт артты. Дәл осы күні митингілер бейбіт сипаттан арылып жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Арам пиғылды арандатушылар қалың елді қалқан етіп, өз ойларын жүзеге асыруға кірісті. Мен не үшін бәрін мойындап отырмын? Өйткені мен действительно істегеніме өкініп отырмын. Мен мирный митингке шыққан адаммын негізі. Провокаторлардың кесірінен осындай тірліктерге барып отыр. Бүлікті ұйымдастырушылар нақты жоспарымен әрекет еткен. Мысалы, Алматыда жиналатын 2 орынды белгілейді. Оның бірі қаланың батысындағы Алматы арена спорт кешенінің маңы, екіншісі шығысындағы Халық арена спорт кешенінің алаңы. Екі жерде де жиналатын уақыт бірдей, кешкі сағат 6 мен 8 аралығы. Бұл ақпаратты халыққа WhatsApp және Telegram мессенджерлер арқылы жеткізген. Алматыда санаулы сағаттардың ішінде бір мессенджердің қатысушылар саны 140-тан 5,5 мыңға дейін артқан анықталды. Екі топты бір мезетте, кешкі сағат 9-да және бір бағытқа қалалық әкімдікке қарай қозғала бастайды. Абай, Төле би сияқты үлкен көшелермен жүріп, жол жөнекей жолыққандарды қатарға қосып отырады. Республика алаңына жеткенше адам саны 10 мыңға жуықтайды. Таяқ, арматура, дубинка, балта сияқты құралдармен, жанғыш, жарылғыш заттарымен қаруланған бүлікшілер полиция қызметкерлері мен әскерилерге қарсы соққы береді. Бір адамға бірнешеуі жабыла кетеді. Қасіретті қаңтарда еліміз бойынша 400-ден аса автокөлік бөлініп жойылды. Оның ішінде 346-сы ішкі істер органдарына тиесілі. Өлдім деп ойладым сол жерде, аямады. Бізде қару жоқ болды, бізде қарусыз, бізде шет каска ғана болды. Негізі қарапайым халыққа біз қару қолданбаймыз. 5-ші қаңтар. Бұл күні бүлікшілер мемлекеттік органдар мен стратегиялық нысандарға шабуыл ұйымдастырады. Алғашқы нысаны биліктің белгісі саналатын әкімдіктер. Түнгі сағат 00:40-та бүлікшілер Алматы әкімдігі ғимаратына баса көктеп кіріп, ішіндегі дүние мүлікті қиратады. Содан шамамен 1,5 сағат өтер өтпесте Шымкент қалалық әкімдігінің ғимаратына шабуыл жасалады. Сол күні қаскөйлер Атырау, Қызылорда, Талдықорған, Ақтөбе, Тараз қалаларындағы облыстық әкімдіктерді және Семей қалалық әкімдігін басып алады. 5-ші қаңтар күні ғимараттарға шабуылдау және бүлік жасау оқиғаларына 50 мыңдай адам қатысқан. Қаскөйлер қалың көпшілікті бассыздыққа қалай бастай білді десек, Алматы әкімдігіне от қояр сәттегі мына кадрларға назар аудару керек. Полиция қызметкерлері бейбіт келіссөздер жүргізуге тырысып жатқанда бір арандатушы ортаға түсіп, көпшілікті жаппай тәртіпсіздікке үндейді. Әкімдік ғимаратын өртеген соң бүлікшілер іргедегі президент резиденциясына шабуылдайды. Ал енді мына кадрларға мұқият қарасаңыз, шабуылдың алдын ала сызылған жоспар бойынша жүргізілгені анық байқалады. Алдымен темір қоршауды жүк көлігімен соғып, сосын ғимаратқа қарай бағыт алады. Қалқандармен қорғана отырып, күзетшілерге оқ жаудырады.
Қасіретті қаңтарда 12 ұйымдасқан қылмыстық топ әрекет еткені белгілі болды. Олардың ішіндегі ең белсенділері қазақстандықтар, Айшуақ Жантүгел және Дики Арман топтары. Соңғысы қаланың әр жерінен 24 азаматты ұрлап, ұрып соғып, Қазақстан Ритц-Карлтон қонақ үйлерінің паркингтерінде ұстаған. Өте қатты азғындықпен бәрімізді ұстап сол жерде ұрып соғып, қан жаусағып, таңертең сағат 11 уақытында примерно грузовой машинаға тиеп бәрімізді мал құсады. Контейнерге апарды. Контейнерде ұрып соғып 1 сутка ұстады. Осы орайда телеграм-чаттағы мына жазбаларға да назар аудару маңызды. Примерное собрание 18:00. Где собираетесь? Что брать с собой? Место встречи гостиница «Казахстан». Обозначительные знаки. Белый материал. Жүйелі шабуыл жасалған тағы бір маңызды нысана. Құқық қорғау және арнайы органдардың ғимараттары. 5 қаңтарда Әуезов пен Алмалы аудандарының полиция басқармаларын және қалалық полиция департаментін басып алу әрекеті жасалды. Соңғысына 27 шабуыл болған. Бірақ полицейлер түнгі 12-ден таңғы 5-ке дейін тойтарыс беріп, қорғанысты ұстап тұралды. Дәл осы күні Қызылордада қарулы қылмыскерлер жергілікті полиция қызметі мен полиция департаментінің ғимаратына шабуыл жасады. Сол шамада Тараз бен Талдықорғанның полиция басқармаларын, бірер сағаттан соң Алматы мен Жамбыл облыстарының полиция департаменттерін басып алды. Радикалды топтардың бұл ғимараттарға қайта-қайта шабуылдау себебі нысан ішіндегі қару-жарақ пен оқ-дәрілерге қол жеткізу. Құқық қорғау органдарына шабуылдау кезінде 1545 қару ұрланған. Қару-жарақ дүкендері тоналып, 1629 бірлік қару қолды болған. Мына кадрлардан нөмірсіз көліктермен нөпірге қаруды қалай жеткізгенін көре аламыз. Қару-жарақ тонауға кім барады, кім желающий бармай жүріңдер кеттік, алып келейік деп. Сол кезде соларға бірігіп кеттім сол адамдар. Сол жақта атыс шабыс болып кетті сосын. Білмеймін, қару-жарақтар қаяқтан қаптап кеткенін бірақ. Шабуылдармен қатар тонау, ұрлау әрекеттері де жүріп жатты. Қасіретті қаңтарда мародерлер 100-ден аса ірі сауда және банк нысанын тонады. Жалпы 2000-нан астам бизнес нысанына 100 миллиард теңге көлемінде залал келген. Но мы когда туда приехали, откровенно говоря, 99% того, что там находилось, было все украдено, разгромлено, но ничего не оставили, в принципе, после себя. Был один шал там, говорил, снимайте номера, типа свои, наши, езжайте. Он направлял, получается, народ в ту сторону. Там ломали даже при мне, там, видеокамеры, все. Бүлікшілер өздерінің іс-әрекеттерін жасыру үшін полицияның жедел басқару орталығына қосылған бейнебақылау камераларын сындырған. Сондай-ақ күшті құрылымдарға қосымша көмек келмес үшін автожолдарды, темір жолдарды жауып, әуежайларды өздерінің бақылауына алуға әрекет қылған. 5 қаңтар күні кешке бүлікшілер Ақтөбе әуежайына шабуыл жасайды және сол сәтте Алматы әуежайын басып алады. Бір топ адам Қазаэронавигация мекемесінің ғимаратына баса көктеп кіріп, ұшу-қону жолағындағы жарықты өшіреді. Если не хотите, сейчас 60 тысяч человек запустим, они просто пройдут здесь и все. Шынында әуежайдың қауіпсіздігі осынша әлсіз емес еді. Содырлар келерден жарты сағат бұрын бүкіл күзетке, үйлеріңе қайтыңдар деген бұйрық болған анықталды. Қаңтар оқиғасы кезінде бірқатар өңірде ұлттық қауіпсіздік комитеті мен полиция департаменттерінің басшылары қарамағындағыларға жұмыс орнын тастап кету жөнінде бұйрық берген. Мысалы, мына кадрлардан Алматы облыстық полиция департаментінің бұрынғы бастығы, сол кезде комендант болған Күдебаевтың мекеме ғимаратын тастап кеткенін көруге болады. 6 қаңтар қауіпсіздік кеңесінің шешімімен елімізде антитеррорлық операция басталды. Жаппай тәртіпсіздіктерге қатысушылар саны 11 мың адамға дейін азайды. Осы кезде лаңкестердің Алматыдағы Көктөбе телемұнарасы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің академиясын басып алу әрекетіне тосқауыл қойылды. 7 қаңтар лаңкестер Талдықорғанда тергеу изоляторына оқ борады. Алматыда блокбекеттерді атқылау, дүкендерді тонау және ауруханаларды басып алу әрекеттері жасалады. Содырлар дәрігерлерге қақтығыс кезінде зардап шеккен күштік құрылымдар қызметкерлерін қабылдамау талабын қояды. 8 қаңтар күні елдегі жағдай біртіндеп тұрақтала бастады. Алматыда антитеррорлық операция күштері көшелер мен стратегиялық нысандарды лаңкестерден тазалауға кірісті. Азаматтардың рұқсатсыз жиналуы тоқтатылды. Қасіретті қаңтарда еліміз бойынша
5149 адам жараланып, 238 адам қаза тапты. Олардың 19-ы күшті құрылымдардың қызметкерлері. Біреулер ата-анасынан, енді біреулер баласынан, тағы біреулер бауырынан айырылып қалды. Төбемізден жай түскендей болды. Амалым жоқ енді. Жарқырап тұрған балам еді. Мамам мен генерал балам қорып қалыз. Деуші. 4 бала артында қалды. Жетім болып. Бізге де оңай емес. Әрқайсы қарасақ, жүрегіміз ауырады әйтеуір. Халқымыз тыныш болса екен. Осындай болмасын енді.